Рысқұловна, Гүлсара Айберқұловна, Қанағат Октябрұлы, Ешігіт Әсбек, Алмат Темірбекұлы. Ендеше сіздерге арналған мұғалім сахналық қойылымын тамашалаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, ұстаздар, достар. Мен мұғаліммін, бірақ мектепте менің санама сыймайтын көптеген дүниелер болып жатыр. Оқушының неге әрбір іс-әрекетіне, жүріп тұрғанына дейін мұғалім жауапты. Егер бала сабақтан қашып кетсе, жетекші ретінде мен жауап берейін. Бірақ бала таңертең ұйықтап қалып, сабаққа кешігіп келсе, оны оятып жібермеген неге ата-анасы жауапты емес? Жауапкершілікті сезіне алмайтын оқушының өзін неге кінәламаймыз? Барлық сабағын 5 пен 4-ке оқитын бала бір сабақтан 3-ке шығып қалса, оның қызығушылықтары мен қабілеттері әр алуан деп неге қабылдамаймыз? Түнгі рейдке неге мұғалімдер шығады? Неге өз баласының қауіпсіздігін ойлап, балаларын үйде ата-ана ұстап отырмайды? Немесе арнайы органдар неге шықпайды? Ал біз балаға білім берейік, шығармашылық қабілеті мен талантын шыңдайық. Bir kişinin aytты, осы мұғалімдер момын барлық нәрсеге көне береді, субботник десең де мұғалім жүреді, концерт десең де мұғалім жүреді, не айтсаң да ләм-мим демей көне береді, осылар бір сынақ көрейінші деді. Сөйтіп барлық мұғалім жинап айтты, ертең 15:00-де стадионға жиналыңдар, бәріңді асамыз деді. Сөйтсе мұғалімдердің ішінде бір кісі қол көтерді. Ана кісілер таң қалыпты, мәссаған мұғалімдердің ішінде де бас көтеретін біреу бар екен ғой деді. Сөйтіп ана мұғалімге не дейсің ал десе айтады дейді, ертең арқанды өзіміз алып келейік пе, әлде өздеріңіз бересіздер ме деп. Ешқандай да күлкілеміз. Қоғамда осындай пікірдің қалыптасуына өзіміз кінәліміз ғой. Неге өз жұмысымызды ғана адалынан атқарып, еңсемізді тік ұстап жүрміз? Қайда сонда педагог мәртебесі? Өте дұрыс айтасыз. Сізбен толықтай қосыламын. Әлеуметтік желідегі сіздің видеоңызды да көрдім. Тамаша айттыңыз ғой. Осы сөздерді мен де көптен бері айтқым келіп жүрген, бірақ ойымды еш жинақтай алмап едім. Бірақ әріптестер, ұстаз деген ол есімді мұғалімге емес, молдаға айтып жүрген қоғамда қайдағы педагог мәртебесі? Иә, ағай, сіз де дұрыс айттыңыз. Мен де осы сөзді көптен бері айтқым келіп жүрген. Оған да өзіміз кінәліміз. Әріптестер, қойыңыздаршы, нан тауып жүрген жеріңіз ғой, үндемей-ақ жүре берейікші. Ой, сіздер шаршап жүріңіздер ғой. Қатымен қатын ой, онында мен сабағыма барайын. Ал, Меруерт ханым, бұл ісіңізге жол болсын. Әлеуметтік желідегі бейне жазбаны қалай түсінуге болады? Мен ешкімнің құқығын қорғаған жоқ. Жеке басқа да өтпедім. Тек кейбір жағдаяттарға байланысты өз пікірімді ғана білдірдім. Сіздің пікіріңізді кім сұрапты? Кімге маңызды сіздің ойыңыз? Оқушылар көрсе не ойлайды? Ата-аналар естісе тіпті шу шығарады ғой. Неге жай ғана жұмыс жасамайсыздар? Өте дұрыс айтасыз. Ниеттеріңізді ұятқа алып, басшыңызды сонша ашуландырып ғой. Сақтаңызшы, мен де осы сөздерді мына кісілері еш түсінер емес. Неге олай ойлайсыз? Демократиялы елде еркін өмір сүре тұра, өз ойымызды неге еркін жеткізе алмаймыз? Біздің мақсатымыз балаға білім үйрету, олардың шығармашылық қабілетін дамуына, адами ар болмысының қалыптасуына қарай әсер ету. Баланың жан дүниесіне үңіле отырып, шығармашылығына, психологиясына қарай жұмыс жасау. Онда неге сыныбыңызға дұрыс көңіл бөлмейсіз? Мектепті басына көтеріп шулап төбелесіз.
сынағанына қуаныштымын. Ербол мен Меңтайдың махаббаты қалай керемет суреттелген, бірақ соңы аянышты болып аяқталғаны өте өкінішті. Ендеше келесі кітапты осы Ербол мен Меңтай секілді бірге оқиық. Жақсы сен оқисың дауыстап, мен тыңдаймын содан соң, мен оқимын, сен тыңдайсың. Ей, махаббат қызық молшылдар! Қос ғашық! Еңілік кебек! Осы көрпеш баян сұлу! Фатима Зухра деп қарасың. Не керек саған? Ішім пысты мен. Мен осында отырам. Сұлтан саған оқыған кітаптарын айтсам, мен көрген видеоларын айтып берейін. Сұлтан, сен тыңда. Сұлтан ешқайда бармайды, осында отырады. Сен бізде кездегі жасамай кет. Кететін болсам, сен өзімен бірге алып кетейін. Сұлтан осында отыра берсін. Ербол, кеткен болсаң, қуанбаймын. Қуан не істеп отырсың? Сен араласпа жүрсің ісіне. Осының бәрі сен кесімнен басталды ғой, енді тыныш отыр. Болды, қойыңдар, біз бір отбасы емеспіз бе? Керісінше, біз осы мектептегі ең алдыңғы қатарымыздың болуымыз керек. Білем, спорт қандай шаралар болмасын, біз бірінші болуымыз керек. Ұрыс болған жерде білем қонбайды да ғой. Ой, қойшы сен, масканы шеш. Неге осы мектепке келгенде өзгеріп кетесің? Мамаң мектеп директоры болған үшін ба? Мамаң мектепті басқарса, сен бізді басқару керексің ба? Үйретпей-ақ қой бізге не істеу керек? Сен неден орынға жабысып қалдың? Мен де әдемі болып қыздың жанына отырайын деген ғой. Ендеше мен сенің жаныңа отырайын. Ей, сен брат болып кеттің ғой маған. Сен мынаның қасында еркегірексің ғой. Оқушылар, тынышталыңыздар, не болып жатыр? Кәне тынышталып, барлығымыз орнымызға отырамыз. Сабыр сақтаңыздар, оқушылар. Біз бір сынып, бір отбасы емеспіз бе? Мен қазір ештеңе сұрамай-ақ қояйын. Сіздер де ештеңе айтпаңыздар. Мен түсінемін. Сіздер әрқайсыңыз бір-бір үйдің еркесі, үкілеген үмітсіздер. Одан бөлек өзіндік пікірі мен мінезі қалыптасып келе жатқан жеке тұлғасыздар. Бүгін тіпті сабақ өтпей-ақ қояйық. Сынып болып сырласайықшы. Бір-бірімізді жақыннан тануға көмектесек. Кімнің қандай арманы бар екенін білейік. Кәне жүріңдер балалар. Сырласып өлмес десеңші апай. Жәнібек, сіз неге бармай қалып қойдыңыз? Сурет салып отырсыз ба? Кәне көрейікші. Жоқ, апай. Талантың мен қабілетін бұлай жасын ұстауға болмайды. Кәне көрейік. Апай. Мен суретін салып отыр екенсің ғой. Қандай күшті шыққан, талантымен тағылай бер. Жүр ендеше, сыныптастарына бірге Апай. барайық. Жаңа сыр басамыз дедіңіз ғой. Сырым да ашар болсам апай. Мен сізді жақсы көремін. Мен де сендерді жақсы көремін. Оқушы ретінде. Ал суретке келер болсақ, сондай сәтті шығыпты. Өнерің өрге жүрсін. Жүр, сыныптастарына бірге барайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мына жерге мектеп директоры ретінде емес, ата-ана ретінде жазып отырмын. Сынып жетекшіміздің істеп жүргені мынау. Мына әрекетімен біздің балаларымызды қалай тәрбиелемекші? Бүгін сыныпта екі ұл қызға таласып төбелескен. Қыздар ұрысқан. Осының барлығы сынып жетекшінің жауапсыздығынан деп ойлаймын. Балаларға дұрыс тәрбие беріп отырған жоқ. Егер барлықтарыңыз қарсымын деп қолхат жазып берсеңіздер, сынып жетекшінің орнынан босатып, балаларымызға жақсы тәрбие беретін басқа білікті маманды сынып жетекші етіп тағайындаймыз. Ата-аналар жиналысында осы мәселені көтерейік. Мамашалар, мен жиналысқа бара алмаймын. Балам, мен үйде отырмын ғой.
бірақ сіздерді қолдаймын. Айдан апай, сіз енді директор ретінде бұл мәселеге бастама көтеріңіз. Көріп отырғаныңыздай, бәріміз сізді қолдаймыз. Анашым, мені жарық дүниеге алып келген үшін рахмет. Ма, бүгін менің туған күнім ғой. Ой, қызым-ау, құлыным-ау, ұмытып кеттім ғой. Елдің баласы деп, өз баласын ұмытып кететін тек қана мұғалімдер шығар. Өзің әдемі, ақылды, әрі сұлу болып өсіп келе жатырсың. Саған бар жақсылықты тілеймін. Туған күніңмен құлыным. Мен сыйлық алуды ұмытыппын. Уайымдамаңыз, аташым. Сіздің жұмысыңыз қырбас екенін мен гүлден қуаттап қойдым. Сіз тек менің бөлмеме алып кетсеңіз, мен дым білмегендей боламын. Сосын видеоға түсіріп Инстаграмға салып қоямын. Кешір шықсам, кешір. Алдағы сенбіде бірге қыдыруға шығайық. Саған қалаған затыңды алып қоямын. Сенбі күні сізде ата-ана шанасы бар ғой. Онда келесі сенбі шығайық. Келесі сенбі қалаған сенбі. Сіз ол жерде міндетті түрде болып келесіз. Ол да бар екен. Сен үшін міндетті түрде уақыт табамын, қызым. Уайымдама. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі жиналысымызды басқаша форматта өткізуге рұқсат етсеңіз. Әр баланың жан дүниесі, дүние танымы, арман мақсаты әртүрлі. Мұғалім осы жолда бағыт-бағдар бергенімен, ата-анасы сияқты түсініп, қолдауды ешкім көрсете алмайды. Сондықтан қазір әр оқушыны өз ата-анасымен бірге сырласу жүрмесіне шақырамын. Ай, балам-ай. Төбелескендерің дұрыс болмады. Дегенмен де ешкімге есені жіберіп қоюға болмайды. Қартайғанда көз қуанышым болсын деп, ұл мен келін отау құрып бөліп кеткенде сен алып қалып едің. Бойына ізгілікті, жақсылықты сіңірдім. Бірақ батылдық пен ерлікке үйрете алмаппын. Оған мына менің қартайғандығым да әсер еткен шығар. Қазір сенің алдыңда өзімді кінәлі сездім. Балам, ең бастысы адам болып қалу. Ұстазың тамаша адам. Ұстазыңның берген білімі, ата-анаңның берген тәрбиесінен жаман адам болмайсың. Мен саған үлкен сенім артам, балам. Ата, сіз сонда мен әкеште үйіне жібересіз ба? Мен сіздің қасыңыздан ешқайда кеткім келмейді, ата. Мен атамның баласымын, мен атам туды деп өстім ғой. Жоқ, балам. Мен сені ешқайда да жібермеймін. Сенсіз қалай өмір сүремін? Ата-анам осында көшіріп алып келеміз да, бәріміз бірге тұратын боламыз. Уайымдама, балам, барлығы жақсы болады. Жаным-ау, сары балапаным менің. Біреу
ұялған түрінен сенің кішкентай ғана сары балапан. Ой, мама, қойшы болды. Әлі күнге дейін ертелетесің. Қашан маған ересек адамдар сияқты қарайсың. Қарашы, мен мұрт өсіп келе жатыр маған. Мен саған өзім дәлелдей алмай келе жатырмын. Мен саған өзім өскенімді, есейгенімді дәлелдеу үшін төбелестім, мама. Мен саған ересек адамдар сияқты сенім артсын деп бұзықтық жасап жүрмін. Түсінесің ба, мама? Жарайды балам, ашуланбашы бол. Ашуланса бұртиып сүйкімді болып кетеді. Бұртиған түрінен сені, жігіт болғанынан сені. Бұдан былай бірақ, бұзықтық жасамай тыныш жүрші, жарай ма? Егер балам жігіт болды деп қабылдайтын болсаңыз, бірінші мәселе, сары балапанды қойып өз атымен атаңыз. Бүгінден бастап. Жоқ, қазір демас. Жарайды онда. Жарайды. Нұрдәулет. Ей, жігіт жоқ жай. Маған ыңғай болды. Сен өзі жігітсің ба жоқ па? Сыныпта бәрі төбелесіп жатқанда. Сен неге төбелеспегенсің, а? Ей, сенің қазір бұзықтық жасап, мұрын бұзып жүретін кезің ғой. Жастық шақ деген қақ-соқпен өте керек, балам. Түсінбайсың ба мені? Енді осыдан көр де тұр. Сен жігіт боласың, балам. Мұғалім маған, сен шығармашылықтың адамысың деді. Талантыңмен таныласың, тоқтап қалма деді. Сен де бір әке болып балама қолдау білдірсеңші, төбелесуді үйреткенші. Балам, мәселе төбелесте емес. Ей, жігіт деген жігіт сияқты болу керек. Сені, мына сені, күреске де бердім, боксқа да бердім. Ал сен не істедің? Сен жігіт болсын дедің. 2 күннен артық барған жоқсың ғой сен. Оның үстіне, мына ата-аналардың келісімімен сенің мұғалімді жұмыстан шығармақ. Мұғалімге қарсы болмаңыздар. Ол еркектік жайлы білмесе де жақсы қолдау білдіреді. Оның үстіне мен осы кісіге ғашық болып қалдым. Ұрыссаңыз, ұрсаңыз да маған бәрі. Не дейді? Ғашықпын деме? Міне жігіт, азамат. Жарайсың балам. Сені менің мақсатым төбелестіру дейсің бе? Мен сен мына жай қылықтарыңа қарап уайымдай бастаймын. Сөйтсең бәрі дұрыс екен. Жарайсың, еркексің балам. Бұны атап өту керек. Уайымдама балам. Алдырам. Сырласыңдар дейді. Апай онда шығармайтын жоқ екен. Сол үшін жұмыстан сұрап келді, тез айтсам деді. Не үшін келіп отырғанын білесің бе өзі? Қызың төбелесті, мен ғой сол қызын таныдым ба? Құтты болсын онда. Апайым не қарап жүр? Осыларға не жетпейді deyip бір жігіт үшін төбелесін. Сен үстіп мектепте төбелесіп жүр. Мен жұмысымнан сұрап, сен жиналысыңа кеп қатысайын. Не жетпейді осы сендерге? Не жетпейді? Внимание жетпейді, внимание! Сен айтып тұрған жігіт ол менің досым. Мен де біреумен сұрасқым келетін шығар. Мен де біреумен өз эмоцияларымен бөліскім келетін шығар. Себебі анам жұмыс басса да ерте кетеді, шаршап келеді. Әкем бөлек тұрады бізден. Неге бәріміз тату-тәтті отбасы болып бірге тұрмаймыз? Неге демалыс күндері қыдырып, күліп ойнап, кешкі ас ішпейміз? Неге менен ешкім сабағын қалай деп сұрамайды? Ең жақын адам мұғалімім сияқты көңіл күйімді түсінетін, жан дүниеме еніп тұрады. Ал сен болсаң апайың не қарап жүр дейсің? Осыны да әдейі ұйымдастырып отыр ол кісі. Балалар мен ата-аналар арасында қарым-қатынас болсын деп. Қызым, бұл өмірде сен түсіне берген көптеген жайттер бар. Бұл менің ақталуым емес. Кейде жұмыс деп бар байлығымыз отбасы екенін ұмытып кете беремін. Кешірші қызым. Маған басқа жұмыс табылар.
алайда саған басқаны да болмайды ғой. Енді бәрі басқаша болады. Кейде осы бетседі, ұлтудың ба деп қалады. Түріңе бір қарашы өзің. Оған қоса бүгін төбелесіпсің. Ұят-ай. Ұрсысыңдар деген жоқ қой, сырласыңдар дейді ғой. Ал айтшы ал сырыңды. Неге анау аға бізбен тұрады? Ол анау аға емес, ол сенің әкең қызы, ол маған әке емес, ол маған бөтен адам. Неге ол бізбен тұрады? Неге ол біздің үйде өктемдік жасайды? Менің інімнің оған жылаған ұнамайтын болса, біздің үйде ойнағанымыз оның мазасын алатын болса, неге ол бізбен тұрады? Біз де басқа балалар сияқты өз туған әкелеріне еркелеп жүргіміз келетін шығар, басқа бір бөтен ағаның қас-қабағына қарамайды. Бұл отбасылық мәселе. Мектепке келіп айтудың дымда қажеті жоқ. Мұғалім осындай бір нәрсе ұйымдастырмаса, бұны үйде де қарамайды едіңіз ғой. Ұлтудың ба дейсіз? Менің осы есерсоқ мінезім үйдегі өктемдік жасап отырған еркекке қарсы шығам деп қалыптасқан шығар. Мен сонда кімге еркелеп, кімге сызылам, кіммен сырласам айтшы мама! Кешірші, мен бақытты болу жолында тек жар бақытын ойлап, өзіме ғана бақыт тілеппін. Перзенттерімнің бақытты балалық шағын, олардың жұртқа жәутеңдемеулерін мүлдем ойламаппын. Енді барлығы жақсы болады. Мен сенімен әрқашан біргемін құлыным. Ал айта беріп бұзақсың, старыстасың. Осы образыңнан қашан шығады екенсің? Неге біз мектеп директоры мен староста болып қана сөйлесеміз? Жоқ, қашан соңғы рет үстел үстінде анасымен қызы болып сөйлестік, мам? Сен өз анаңа қарсы сөйлеп отырсың ба? Саған мұны сынып жетекшің үйреткен шығар. Жоқ, мен өз анама емес, мен мектептің директорына қарсы сөйлеп отырмын. Мен де басқа балалар сияқты мектепте ойнап, күліп жүргім келетін шығар. Мен де мектептегі өткен балалық шағымды еске алғанда есіме тартып күлетін қызық сәттерім болу керек шығар, мам. Жоқ, мен де достарыммен қосылып бір-екі ақ минутқа сабаққа кешігіп келейін. Соңғы сабақтан қашып кетейін, ал не болыпты? Не болыпты, мам? Жоқ, болмайды. Мына маған ерекше болмайды. Өйткені менің анам мектептің директоры. Мені староста қылып қойған, анамның жұмысына деген барлық жауапкершілігі менің мойнымда. Мен шеңберден шықпауым керек және әр кешкі ас үстінде мектептегі болған әр жағдайды мектептің директорына баяндап отыруым керек. Сен білесің бе, қазір сыныпта менің досым да жоқ. Ешкім менімен араласқысы келмейді. Тіпті бастап та менен бөлек шатасып алған мам. Осының барлығына кінәлімін сен. Олар маған ештеңе айтқысы келмейді. Тек саған айтып береді деп қорқадым, мам. Осыдан кейін де менімен ешкімнің араласпайтынына тағы да жетекші деп ойлайсың ба? Кешірші қызым, сенің балалық шағыңды ұрлатпын. Осының бәріне өзім кінәлімін. Сынып жетекшінің де алдында айттымын. Осындай жағдай болмағанда бұны да түсінбей отырмын еді. Менің бүгінгі мақсатым ата-ана мен бала арасындағы мәміленің маңыздылығын түсіндіру болады. Өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын.